Күнде жеп жүрген нан ағзаңызға қалай әсер етеді? Нанды шайнағанда ол ұсақталып, қорытылуға дайындалады. Асқазанда ферменттер мен қышқылдар нанды қарапайым бөлшектерге бөледі. Көмірсулар қантқа айнала бастайды. Содан кейін бұл қоспа аш ішекке жетеді. Осы жерде ас қорыту процесі сіңіруге ауысады. Глюкоза бөлшектері ішек қабырғасы арқылы қанға өтеді. Денеңіз қуат ала бастайды. Глюкоза қанмен бірге бүкіл денеге тарайды. Барлық мүшелер қажетті отынды алады. Мида глюкоза жүйке жүйесін қолдайды. Энергия келгенде сигналдар жылдамырақ жетеді. Бұлшықеттерде глюкоза қабылдайды. Бұл сіздің қозғалысыңыз бен физикалық белсенділігіңізге күш береді. Қандағы қант көтерілгенде дене тепе-теңдікті сақтауға тырысады. Инсулин іске қосылады. Глюкоза деңгейі төмендегенде қуатты азаяды. Бірақ абайлаңыз, ақ нанды көп жеу қандағы қантты тым тез көтереді. Бұл артық салмаққа, ішектің қабынуына және тез шаршауға келуі мүмкін. Нансыз тамақ ішпейтін досыңды белгіле және TikTokта маған жазыл.